менен түн темелді, жер шуаққа кенелді. Соны тойлар еленді, наурыз тойы салтымыз, көтерілсін деп халқымыз. Көшеге тал егеді, жарқырап тұр күніміз. Жер жүзін жайнатып, әнші құстарын сайратып, наурыз тойын тойлатып, ұлыстың ұлы күні келді ағайын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Құрметті оқушылар, 3-ші сыныптар арасындағы білімді мыңды жығар зияткерлік сайысымызды бастаймыз. Барлығыңа сәттілік тілеймін. Жол басы наурыз мереке, ақ нұрға әлем боялды. Наурыз тойы береке, тіршілік жаңа оянды. Наурыз келді, қара жер сіміріп, өгіп жатыр төрт тілек малым даламның. Көлде етегін толтырып, теңдерінде түргі өсіп, ұшу болып, көңілімді қозғап тұр. Мәңгілік ел, қазағым, жыл басы наурыз келді. Түбіне тіршіліктің тағдыр ие, тәңірдің құзырында бар дүние. Шындығын қаратасты балықтады келгенде, қыл қобысың зар күйіне. Қазақ елі де наурыз мейрамын еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін асыға күтіп тойлайды. Таң атысымен үлкендер қос қолдасып амандасып, төс қағыстырады, бір-біріне игі тілектер айтады. Ағаш отырғызып, гүл егіп, көктемді жақсы көңілмен қарсылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар көкпар, аударыспақ, қыз қуу, алтыбақан, кен көтеру сынды тағы басқа ойындар ойналады. Ақындар айтысы ұйымдастырылып, аламан бәйге болады. Ұлыстың ұлы күні әрбір үйде қазан асылып, сорпа сапырылады, уыз қатырылып, наурыз көже дайындалады. Әз наурызда қонақ шақырып, дәм татыруды ұмытпаңыз. Наурыз құтты болсын. Оқушылар, бірінші кезеңімізді бастаймыз. Сұрақ жауап деп аталады. Наурыз мерекесі несімен ерекше? Наурыз мерекесінің ерекшеліктері ол кезде қазақтың ойындары ойнатылып, қазақтың күйлері шығып, қазақтың күйлерін тыңдап, түрлі тәтті тағамдарын жеп, наурыз көженің дәмін тартып жүреміз. Және де наурыз мерекесінде күніне түн теңеледі. Әз наурыз мерекесіне отбасыларыңызбен дайындаласыздар ма? Біз отбасымызбен бірге наурызға дайындаламыз. Біз өздеріміздің туыс-туысқандарымызды шақырамыз. Дастархан жайып, қазақтың ұлттық тағамдарын, ірімшік, құрт, тағы да басқаларын қойып, туыс-туысқандарымызды шақырамыз. Наурыз мейрамында пісірілетін аса құрметті тағам қалай аталады? Наурыз мейрамында аса құрметті тағам ол наурыз көжесі деп аталады. Оған 7 түрлі нәрсе қосылады. Ет, бидай, тары, жүгері, маш, тұз, айран. Наурыз мерекесі ұғымын жалпы сен қалай түсінесің? Наурыз мейрамында адамдар наурыз көже пісіреді. Олар бір-біріне қонаққа шақырады туыстарын. Және олар ұлттық ойындарды ойнайды. Ол кезде күн мен түн теңеледі. Ренжіскен адамдар бір-бірімен татуласады. Наурыз мерекесіне дәріптелетін салт дәстүрлерді ата. Бесік той, қырқынан шығару, сау кесер, сүндет той, үйлену той, бет ашар, тіл ашар, тағы да басқалар. Келесі сайысымыз өнерлі өрге жүзер.
Ей, Мағатаев, қызым менің, қақта едің қабірінде қалақтыр, туғаныңды өлгеніңді санап қор, сенің аңқы құлағыңдай қалқайып, қыр басынан қала жаққа қарап тұр. Қызым менің, гүлім менің аяулым, жатыр молаң жотасында қояным, құлпытастың құным, бестен, бірақ таспай, қалай қоянмын. Қояман ботам керегіне көк тастың, қысты аққар, жазда шалған шөп бассын. Өзің келген май айында, ақ жаңбыр, ағыл тегіл, бізбен бірге жақтасын. Керегіне көк тастың. Наурыз айы қандай ай? Наурыз айы қазақтың ұлттық мейрамы. Наурызда малдар төлдеп, құстар ұшып келеді, күн мен түн теңеседі. Наурызда наурыз көжі естеледі. Қандай наурыз көже? 7 тағамнан тұратын тағам. Оған ет, күріш, бидай, жарма, тұз, айран, кеспе қосылады. Оны ішкен адам құйылған көжені тауысып ішу керек. Сонда жыл бойына тоқ жүресің. Наурызда күн мен түн теңеседі.